Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен ораманан деп атаймыз, ханум деп те атаймыз. Осы тамақты жасап көргім келді. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды жоғалтып алмайтын боласыздар. Ең алдымен електен ұнымызды өткізіп, жылы суға тұзымызды саламыз да 2 жұмыртқамызды қосып, осыны біріктіріп, қамыр илейтін боламыз. Қамыр міндетті түрде қатты илену керек. Оны ауа өткізбейтіндей пакетке саламыз да 15-20 минут тындырып, арасында тағы 1-2 рет илеп қоясыздар. Сонда ең соңында қамыр өзі жайылатындай, иілетіндей, сондай икемді қамыр болып шығады. Пиязымызды ұзыншалап тураймыз. Асқабақты ұзыншалап теркадан өткізіп аламыз. Үккіштен осылай өздеріңіз көргендей. Енді асқабақ пен пиязды бір араластырамыз. Яғни екеуі бір-біріне кішкене суымен сіңу керек. Одан кейін барып фаршымызды қосатын боламыз. Кез келген фарш болады. Менде сиыр етінен өткізілген. Міне. Енді осыған сұйық май, тұз, қант, қара бұрыш және кішкене су құямыз. Бәрін тұзымен сіңу үшін араластырып 5-10 минутқа қойып қоясыздар. Осы кезде қамырымызды жаюды бастаймыз. Қамырды бірнеше бөлікке осылай бөліп алсаңыздар болады. Сонда қамыр қалың болмайды, өте жұқа, нәзік болып жайылатын болады. Сондықтан видеодағыдай жайыңыздар, жұқалығы. Қатты баспайсыздар. Өзі де жеңіл, тез жайылады, себебі жақсы тыңған қамыр. Міне, өте жұқа, әдемі болып жайылды. Енді осыған сұйық майымызды жағып шығамыз толықтай. Салмамызды саламыз, тұзы бәрі сіңді. Енді жақсылап ораймыз, асықпай шетінен осылай. 30-35 минуттың ішінде қайнап тұрған жаңағы мантаваркамызға салып, қайнап тұрған суға 30-35 минуттай бұқтыратын боламыз. Міне. Бетіне міндетті түрде май жағыңыздар, сонда кеуіп, қамырларыңыз жыртылып қалмайды. Осымен біздің орамананымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты, енді жұмсақ, нәзік, дәміне сөз жоқ. Сондықтан жасап көріңіздер. Ішіндегі салмасын өздеріңіз қалауларыңыз бойынша ауыстырсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Ас болсын.